Қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы әсіпті бірге дайындаймыз. Мен сіздерге бүгін моншақ әсіпті көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Әсіп жасау үшін бізге 3-4 пияз. Пиязымыз неғұрлым көп болса, соғұрлым біздің әсібіміз сулы, әдем болып шығады. Және де 4-5 бас сарымсақ қажет. Және де бізге 150 грамдай, яғни бір кесеге кішкене жетер-жетпестей күріш қажет болады. Күрішімізді біз алдын ала жақсылап жуып, ыстық суға жібітіп қоямыз. Әсіп жасағанда көбіне қойдың бүйрек, жүрек, өкпесін пайдаланып жатады. Осы жолы мен сиырдікімен жасадым. Менде бұл жерде сиырдың жүрегі. Мына жерде менде сиырдың өкпесі. Мен қатты көп алған жоқпын өкпені. Шамамен 200 грамға жақындай болып қалады. Әдетте 150 грамдай іш май қосып жатады. Мен осындай еттің жанындағы кәдімгі майды пайдалануды жөн көрдім. Және осындай кішкене етті де пайдаландым. Бұл жерде бір айта кететін жайт, бұл сиырдың еті болғандықтан мен осының барлығын бір бұрқ еткізіп қайнатып алдым. Себебі сиырдың еті енді ұзақ қайнайды. Және де осында менде кішкене талақ болған, оны да қосып жібердім. Моншақ әсіп жасағандықтан бүгін мен сиырдың осындай ащы шегін пайдаландым. Сіздер қалауыңызша жылқының бүйенін де пайдалансаңыздар болады. Бұл жерде мен тек бүйректі ғана пайдаланбадым. Ең алдымен аталған заттардың шектен басқасының барлығын мен қазанда осылай бір бұрқ еткізіп қайнатып алдым. Кейіннен шекке осылай мен тұз қосып, жақсылап бірнеше рет суы тап-таза болып тазарғанша жуып алдым. Содан соң пиязды мен осындай блендердің көмегімен ұсақтап алдым. Пиязды негізі ет тартқыштан өткізбей, кішкене ірілеу қылған дұрыс. Сонда біздің әсібіміз сулы, әдем болып шығады. Егер де сіздерде блендер болмаса, қолмен турасаңыздар болады. Ендігі кезекте бізде өкпеде ақ түйіндер болады, соны алып тастаймыз. Және де осындай ұсақ бөлшектерге бөліп, ет тартқыштан өкпені өткіземіз. Негізі өкпеміз өте кеш пісетіндіктен, өкпені осылайша 2 қайтара өткізгендеріңіз дұрыс. Және де сарымсақты да өткізіп аламыз. Енді біздің етті, қалған жүректі және де майды барлығында осылайша ұсақ бөлшектерге ет тартқышқа салуға ыңғайлы болу үшін бөліп аламыз. Артық жерлері болса алып тастаймыз. Енді осының барлығында біз ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Өте майлы болып кетпес үшін мен майдың барлығын қоспадым. Барлығында ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін үстіне біз мана дайындап қойған күрішімізді саламыз. Сондай-ақ пиязымызды саламыз. Және дәміне қарай тұзымызды, бұрышты, сондай-ақ бір кесеге жақын жылы суымызды құямыз. Және барлығын жақсылап араластырамыз. Біз бұл жерде су құюымыздың себебі біздің осы дайындап қойған фаршымыз шектен тезірек әрі оңай өтуі үшін. Барлығын біркелкетіп араластырып болған соң, біздің жаңағы жуып қойған шегімізге салатын боламыз. Шекке біздің фаршымыз оңай салыну үшін осындай бөтелкенің басын мен кесіп алып пайдаландым. Және де осындай кішкентай қасықтың көмегімен салып
екінші жағымен видеода көріп тұрғандарыңыздай итеріп салып отырдым. Шекке қатты нығыздап салуға болмайды. Себебі біздің шегіміз қайнатқан кезде жарылып кетуі мүмкін. Босырақ қып саламыз. Егерде сіздер дастарханға холодный ассорти ретінде қойғыларыңыз келсе, онда бүйенге салып жасағандарыңыз дұрыс болады. Осылайша барлығын салып, артық ауасы болса, шығарып тастап отырамыз. Қатты нығыздап қажеті жоқ, себебі қайнату барысында біздің күрішіміз ісініп, әсібіміз жарылып кетуі мүмкін. Мінекей мен барлығын салып шықтым десем болады. Бұл жерде менде шегім өте ұзын болғандықтан, менде сәл артық қалды. Шектің артық жерімен қиып тастадым да, қалған фаршымды түгел салып шықтым. Егерде әсіпті бірінші жасап жатқандар болса деген ниетпен мен барынша сіздерге асықпай түсіндіруге тырыстым. Мінекей менде осындай ұзын 3 әсіп шықты. Және осындай кіші біреу шықты. Мен бас кезінде біреуін аздап кесіп алдым, байқамай. Қалған шегімізді алып тастаймыз да, және осы әсіптеріміздің артық ауасын тағы бір жақсылап шығарып аламыз. Содан кейін осындай қатты жіптің көмегімен шегіміздің бас жағын ең бірінші кезекте байлаймыз, және де барлығын осындай моншақ әсіп қылу үшін біркелкі етуге тырысыңыздар, біркелкі етіп байлап шығамыз. Мінекей барлығында осылай байлап шықтым. Енді осындай тіс шұқығыштың көмегімен әр жерден тесіп шығамын. Себебі біздің әсібіміз қайнау барысында жарылып кетуі мүмкін. Мен осылай алдын ала тесіп шықтым. Енді осындай салқын суымызға дайындаған әсіптерімізді салып пісіріп алатын боламыз. Мен барлығын салмаймын, кішкене бөлігін мұздатқышқа алып қаламын. Су бір қатты қайнағанда бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Және де дәміне қарай тұзды саламыз, сондай-ақ лавр жапырағын салатын боламыз. Қайнау барысында жарылып кетпес үшін тағы да бір мен осылай әр жерден тесіп шықтым. Мінекей біздің әсіптеріміз пісті. Мен 2 сағат қайнаттым. Егер ұсақ малдың өкпе жүректері болса, 1,5 сағат қайнатсаңыздар да болады, пісіп шығады. Және де тағы бір айтарым, егер сіздердің әсіптеріңіз піскеннен соң осындай өзінің суында қалдырып суытатын болсаңыздар, сырты қарайып кетпей, әдемі болып шығады. Енді осылай біз жіп байлап қойған жерлерінен кесіп, жіптерінен ажыратамыз. Сонда бізде осындай сосиска секілді моншақ әсіп пайда болады. Енді табада қызып тұрған майға баяу отта осылай 2 жағы қызарғанша қуыратын болсаңыздар, түрі де сондай әдемі көрінетін болады. Осымен біздің өте дәмді әсібіміз дайын. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарияға қалдыра отырыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.